тоқуымыздың екінші бөлімі. Орталық қалқаны тоқи бастаймыз. Жібімізді бекітеміз. Енді ілмелі жартылай баған тоқуымыз керек. 74. Мінекей бір бос ілмек көтеріп аламыз. Қайта сол нүктеге ең бірінші ілмелі жартылай бағанымызды тоқимыз. Мінекей сол нүктеге. Жіпті бекіткен нүктеге. Назар аударсаңыздар, мен алғашқы беткі ғана қабырғасынан іліп алдым. Екі қабырға емес, тек алғашқы бірінші, мінекей қараңыздар. Екеу емес, екі қабырға емес. Алғашқы бірінші қабырға, бізге жақын тұрған қабырғасын іліп аламыз. Екінші, үшінші баған. Тоқу барысында жіптің етегін мен жасырып жіберем, қосып тоқып. Осылай белгіге дейін 74 жартылай баған тоқуымыз керек. Ілмелі жартылай баған тоқуымыз керек. Соңғы жартылай бағанымызды тоқимыз. Келесі екінші қатар бір бос ілмек тоқып, тоқуымызды айналдырамыз. Енді 7 жартылай ілмек тоқимыз алдымен. Бірінші, екінші, үшінші, 4, 5, 6 және 7. Тексеріп алайық. Енді 5 жартылай ілмелі баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Мінекей мұнда біз қосымша тоқимыз. Осы нүктеге. Мінекей бір нүктеге 2 баған тоқимыз. 7, мұнда 5 және қосымша. Енді қайталаймыз. 5 баған тоқимыз, жартылай ілмелі баған. 2, 3, 4 және 5. Енді қосымша тоқимыз. Енді осылай қайталап шығамыз 9 рет және қатар соңында бізде мұнда 7 жартылай баған және соңғы 5 жартылай баған болу керек. Өздігімізбен тоқып шығамыз. Барлығы 83, бос ілмекпен бірге 84 баған болу керек. 84 ілмек болу керек. Мінекей мынау соңғы қосымшамыз. Ары қарай енді 5 жартылай баған. Және қатар соңындағы соңғы 7 жартылай баған. Алты және 7-ші мінекей. 7-ші жартылай ілмелі баған. Келесі 3-ші қатар бір бос ілмек айналдырамыз. Бұл жерде ешқандай қосымша тоқымаймыз, тек бар бағандардың үстіне жартылай ілмелі бағандар тоқып шығамыз. Барлығы ілмекте
барлығы қатарда 84 ілмек болу керек. 84 ол жаңағы жай бос ілмекпен қосқанда. Қатардың соңына дейін өздігімізбен тоқып шығамыз. Неке соңғы 84-ші ілмегіміз. Бір бос ілмек. Енді мұнда қосымша тоқимыз, мұқият болыңыздар. 7 жартылай ілмелі баған. 3 4 5 6 және 7. Енді қосымшаның элементтері 3 жартылай ілмелі баған тоқимыз. 1 2 3. Енді қосымша тоқимыз. Бір нүктеге 2 жартылай ілмелі баған. Мінекен о нүктеге бірінші және екінші қосымшамыз. Тағы да 3 жартылай ілмелі баған. Төртінші нүктеге қосымша тоқимыз. Осылай 16 рет қайталап шығуымыз керек. Мінеке 3 және қосымша. Осылай қатар соңына дейін қайталаймыз. Соңғы 8 петля, 8 баған және 3 баған белгілеп қойдым. Осы белгіге дейін тоқимыз. Мінеке бізде соңғы қосымшаны тоқыдық. Енді 3 жартылай ілмелі баған тоқимыз. Кейін соңғы 8 жартылай ілмелі баған тоқылады. 2 3 4 5 6 7 және мінеке соңғысы 8. 5-ші қатар бір бос ілмек айналдырып аламыз. 1 2 3 4 5 1 2 3 5. Енді 7 жартылай ілмелі бағанды тоқимыз. Бес, 7. Енді қосымша тоқимыз. Қайта сол нүктеге екінші баған. Осылай 7 жартылай баған, мұнда қосымша тоқимыз. Осылайша қайталап, соңында 7 жартылай баған және соңғы 6 жартылай ілмелі баған тоқылады. Соңғы ілмелі баған. 6-шы қатар. 6-шы қатарда қосымшасыз тоқимыз, бірақ назар аударыңыздар. Бірінші жартылай ілмелі баған тоқып алдық. Келесі 2 бағанды біріктіреміз. Мінеке бірінші және екінші бағанды алып біріктіреміз. Бұл не үшін тоқылады десеңіздер, қалқаның шетін кішкене дөңгелету үшін, 4 бұрышты болып тұрмас үшін екеуін бірге біріктіріп тоқыдық. Қатар соңына дейін ешқандай қоспасыз бар нүктелерді тоқып шығамыз.
Қатар соңында соңғы 3 баған қалған кезде кездесеміз. Мінекей, мынау жай бағанымыз тоқып аламыз. Мұнда соңғы 3 баған қалды. Мінекей, 2 бағанды біріктіріп, бірге тоқыдық. Соңғы бағанды қарапайым жартылай ілмелі бағанмен тоқыдық. Бір бос ілмек. Енді мұнда бір жартылай ілмелі баған, тағы да кемітеміз. 2 бағанды бірге біріктіріп тоқимыз. Енді 3 бос ілмек. 1, 2, 3. Енді қосымшаның 4 жартылай бағанын тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мұнда қосымша тоқимыз. Мінекей 4. Қосымша, енді тағы да 4 тоқуымыз керек. Мінекей 1, 2, 3, 4. Осы қосымшаның бір элементі болып саналады. 4 жартылай баған, ортасында қосымша, кейін 4 баған. Осылайша қайталап тоқып шығамыз. 10 рет қайталауымыз керек. Қатар соңында кездесеміз. Қосымшаның элементтерін қайталап болғаннан кейін 8 жартылай ілмелі баған тоқуымыз керек. Одан кейін мінекей біріктіру, кеміту бағандары 2 бағанды бір-бірімен біріктіріп тоқимыз. Енді соңғы баған, жартылай ілмелі баған. Сегізінші қатар. Тағы да бір жартылай ілмелі баған тоқып алып, 2 бағанды біріктіреміз. Қатар соңына дейін еш қоспасыз, қосымшасыз тоқып шығамыз. Барлығы қатар соңында 114 баған болуы керек. Мұнда мінекей соңғы 2 бағанды біріктіріп тоқуды ұмытпаңыздар. Біріктіру бағандары 1 және 2 бағанды бір-бірімен біріктіріп кемітеміз. Және соңғы жартылай ілмелі баған. Осы 8-ші қатармен біздің қалқамыз дайын болады. Қалқанын өзін үтікпен өңдеп алуымыз керек. Алдымен теріс жағынан үтіктеп алдым. Теріс жағынан үтіктеген кезде мен баса берем, жіпті басып үтіктей берем. Ал беткі бетін үтіктеген кезде кішкене үтікті тигіздірмей, тек бумен ғана өңдеп аламын. Жіптерімізді қиып, жіптің етектерін иненің көмегімен жасырамын. Бұл жіптердің етектерін жасырғанда да берікті етіп жасырмасаңыздар, кейін біраз уақыт өте келе олар қайтадан шығып кетуі мүмкін. Сол себепті мен асықпай бүкіл жіпті өткіздіріп жасыруға тырысамын. Барлық жіптерді солай жасырып шығамыз.
Енді мынау қалқаның жиектері тегіс болу үшін мен сыртын тоқып шығамын жай қарапайым ілмектермен. Мұнда енді нақты санын айта алмаймын, қанша баған. Өздеріңіз көресіздер. Мен енді көз шамамен қай жерге ыңғайлы, сол жерге ілмектерді тоқыдым. Бұрышына келген кезде 3 баған тоқимын, сол кезде ұшы 4 бұрышты болып шығады. Бір нүктеге 3 баған тоқсаңыздар, мінекей. Енді мынау бөлікте тоқу оңай, әр нүктеге бір бағаннан тоқып шығамыз. Осылай айналдыра келе, мынау бөлікте кездесеміз, қалқа басталатын жерде. Мінекей мұнда назар аударыңыздар. Біз мұнда 2 біріктірілген жартылай баған тоқимыз. Мінекей ілмелі 1 баған, екінші ілмелі, екінші бағанды біріктіріп тоқимыз. Сол кезде тоқуымыз деформацияланбай тегіс болып шығады. Қалқаның өзінің жанындағы қабырғасы. Мұнда назар аударыңыздар, шеткі жиегін мен тек біріктіру ілмектерімен тоқып шығамын. Осылай баған түрінде емес, тек біріктіру ілмегі ретінде тоқып шығамын. Осылай қатар соңына дейін барлығын біріктіру ілмектерімен тоқимыз. Соңына дейін қалған жерін бәрін бағанмен тоқып, мінекей тоқуды аяқтаймыз. Енді бұл бөлікте де мен жіпті сразу жасырып тастаймын. Назар аударсаңыздар, қалқа кішкене пішінін ұстамайды, жұмсақ. Сол себепті сол қабырғаны кішкене берік ету үшін тағы қосымша тоқып шығамын. Ол үшін ішкі бөлігіндегі міне шығып тұрған мінекей осы қабырғаға тек байланысу нүктелерімен қатардың соңына дейін тоқып шығамын. Жіптің етегін тоқу барысында жасырып жатырмын. Осылайша біріктіру бағандарымен, біріктіру ілмектерімен қалқаның осы қатарын ғана тоқып шығамыз соңына дейін. Мінекей қалқа пішінін жақсы ұстайтын болады. Мінекей соңғы ілмек. Жіпімізді қиып, инемен жасырып тастаймыз.
міне көрдіңіздер ме, пішінін ұстап тұр. Енді шеттеріне резинке қойып тігіп шығуымыз керек. Менде жалпақ резинке жоқ болғандықтан осындай 3 резинкенің өлшемі тура келді. Түйреуіштің көмегімен түйреп алып, қолмен не болмаса машинкаңыз бар болса, тігін машинесі, машинкамен тігіп шықсаңыздар болады. Мен тігін машинаның көмегімен тігемін. Резинкенің жиектерін отпен өңдеп алдым, сіріңкенің көмегімен, сетінеп кетпес үшін. Осылайша машинкемен тігіп шығамын. Мінекей осылайша күн қағарымыз дайын болды. Жақсылап бумен өңдеп алып, жиегіне кішкентай брош тағуды ұйғардым. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің кішкентай моделіме де лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.